Ассалому алейкум достар, сіздермен бірге Бака біздер бүгін топ 3 менің жақсы көретін киноларым жайлы айтатын боламыз. Ол бірінші менде Война бесконечности. Мстители Война бесконечности өте күшті кино. Сапасы да жақсы міне кино. 16+. Достар. Марвел Война бесконечности. В общем, осы киноды көрмесеңіздер, көріп алыңыздар. Google'да кастинг шықты. Ал екінші кино бізде ол Карате Пасан. Міне. Карате Пасан. Ол да качествосы мықты, күшті кино достар. Міне. Карате Пасанда Дрей деген бір жігіт ойнайды. Басты рөлді. Ол үшін басында деген жаман. Басында деген Америкадан Қытайға көшіп барады. Содан оны бәрі танымайды. Содан оған бәрі тиісіп жүреді. Содан Джеки оны бір кезде қорғап қалады да оған үйретеді. Сөйтіп ең соңында ол бір финалда жеңіп шығады. Ал үшінші бізде Апокалипсис. Апокалипсис не? Ол кино 18+ға арналған. Йо-майо достар. В общем, осы видеоны айта кетсек, бұда міне ол үшін бір кішкентай тайпаны бар ғой, кішкентай ғана. Үлкен тайпа ұрлап алып кетеді да, жартысының басын кесіп тастайды. Ал қалғандарын қаштыратын кез қалғандар. Көрмесеңіздер, Google'дан көшіріп көріп алыңыздар. Міне, осы көргім келе береді. Осы кинода менің үш киномда аяқталды. Сонымен достар, сіздерге ұнады деген ойдамын. Осы видео ұнаса лайк басып, подписаться етіп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Бака. Ал ендеше келесі видеода көріскенше.